Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді бантикке ұқсайтын ерекше булочкилер дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа жылы сүтті, қантты, жұмыртқаны, сұйық майды, тұзды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Сосын үстіне ашытқыны салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнды еліктен өткізіп, сұйық массамызға қосамыз, қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырды кішкене сұйық маймен майлап жібереміз де, бетін жауып, жылы жерге 1 сағат немесе жарты сағатқа көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырымызды шетінен алып, домалақтай береміз. Енді дөңгеленген қамырды алып, қатты жұқа емес, қатты қалың емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Сосын қамырды видеодағыдай етіп кесеміз. Видеоға мұқият қарап отырсаңыздар, өте түсінікті. Сосын кесілген қамырымызды видеодағыдай бантикке ұқсатып қоямыз. Булочкилеріміздің барлығын противеньге орналастырамыз. Сосын бетіне бір жұмыртқаны жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-25 минуттай пісіріп аламыз. Сәндік ретінде бетіне мак сепсеңіздер болады. Булочки өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап, дәмін көріңіздер. Сіздермен болған Раушан.